Кеткеніміздің алдымыздағы өткен. Бұл кісілер таңдап, адам таңдап жұмыс жасайды бұл кісілер. Біз былай бұрылып кеттік, сосын біз былай бұрылып. Біздің қызметімізге кедергі келтірмеңіз деп айтамыз сізге. Мама, тұра беріңіз болды. Құжаттарыңызбен таныса қойыңызшы. Жоқ, бұлар адам таңдайтын. Құжаттарыңызбен таныса қойыңыз. Мен айтып қойдым ба? Айту емес, көрсетуге. Мен көрсетіп қойдым ба? Құжаттарыңызды көрсеткен жоқсыз. Камерам тұр. Құжаттарыңызды көрсеткен жоқсыз. Жасалып тұр мына құжаттарыңызды көрсеткен жоқсыз. Болды. Сіз не көрсетесіз құжатыңыз? Сіз құжаттарыңыз бірінші қараңыз. Екі бір пункт келе ма? Екі бір пунктіне не деп жазылады? Не деп жазылады? Айтсаңызшы. Екі бір пунктіне не деп жазылады? Айтыңызшы. Айтсаңызшы. Жоқ, сіз айтып жатсыз ғой екі бір деп жаңа. Не деп жазылады? Сенің міндетің общий адрес. Иә, менің міндетім. Бірақ бізде цифрлар сіз санаған кезде 6, 9, 7 бүйтіп араластырасыз ба? 1-де 7-ден басталады. Бірінші бөлімнің 7-ші тармағын орындай қойыңыз. Не үшін? Не үшін дегеніңіз? Мен требовать етіп отырмын, не үшін? Мен сізге өзім таныстырдым сізге. Жоқ, таныстырғанда қараңыз. Келе салып сізге документ бер деген жоқ қой. Документ берген жоқпыз. Иә. Өзін айтып, мен сұрап жатырмын. Енді мен сұрап жатырмын. Бірінші бөлім 7-ші тармағын орындай қойыңыздар. Өзін таныстырды. Бірінші бөлім 7-ші тармағын орындай қойыңыздар. Бірінші бөлім 7-ші тармағын орындай қойыңыз. Мен беремін. Мен айтып сізге причина астына тоғап айттым сіз. Себебін айттым сізге. Жоқ, бірінші бөлім 7-ші тармағында айту ғана емес. Бірінші бөлім 7-ші тармағында көптеген нәрсе келеді. Не? Айтшы. Білмейсіз ба? Білмеймін. Не істеп жүрсіз сонда қызметте? Құжаттарыңызды таныстыруыңыз керек. Сұрасаңыз мен беремін сізге. Мен айтып жатырмын, сұрап тұрмын ғой құжаттарыңызды. Бірінші бөлім 7-ші тармағында ол сама собой келеді. Жоқ, сіз сұрасаңыз мен көрсетемін. Сұрамасаңыз көрсетемін. Енді бірінші бөлім 7-ші тармағында келеді ол нәрсе. Хорошо. Так, старший лейтенант полиции Самбетов Тимур Серикович, инспектор службы ППП. Так, 15.07.2024-ге дейін. Вообще, тіке жүрген жүре береді ғой, бұрылыс тағыласыз. Жоқ, сен сол бұрылыс біздің алдымызда былай қарай. Видеомен беріп жатыр, вообще, видеомен беріп жатыр. Былай екен біз былай бұрылдық. Сен не адам таңдайсың? Оңайшы, сен нашарламайшы, бірақ оны сен артына қумайсыңдар сендер. Адам таңдайсыз? Адам таңдайсыңдар. Бұл арызданыңыздар. Сондай арызданамын мен қазір. Құжаттарыңыз сіздің. Адам таңдайсыңдар сендер. 744-ші бап түсіндіріп жіберіңізші маған. Жетісі көліктеріңіз айтсаңызшы, берсеңізші. Міндеттемелеріңізді орындап жүріңіз. Сіз бірінші міндетіңізді орындасаңызшы. Бірінші міндет. Қай бапта келеді ол? Көрсеттің ба? 1-де 7 пунктқа көрсеттің ба? Сәл адекватный болыңызшы. Сәл адекватный. Мен айғайлап жатқан жоқпын. Мен айғайлап жатқан жоқпын. Бересіз, бермейсіз. Құжаттарыңызды көрсете қойыңыз. Не көрсетті? Сіз. Дәлелдемеге көрсетіп жатқан сіз ғой. Құжаттарыңызбен таныстырды ғой. Сіз кімсіз? Сіз кімсіз? Кімегім көрмей тұр ма? Мынандай форманы мен де сатып алып келе аламын просто. Таныстырмадым ба сізді? Таныстырмадым ба сізді? Бағана келіп камераңыз қосып қойып таныстырмадым ба? Ескертемін. Мына камера әлеуметтік желіге шығатын болса сіз сотқа беремін. Хорошо? Смело беремін. Портал, жібересіз ба портал? Ау? Судебный материал вообще судебный. Оны одан алдағы уақытта көре жатасыздар. Нешеу әлеуметтік желіде жүрген сияқты? 722, 830. Ба? Солай. Көрсетейін ба дәл қазір? Ол вообще біз провокация керек емес бұл жерде. Біз просто провокация болып жатқан жоқ, сәл проще сөйлеңіз. Проще сөйлеңіз сәл. Провокация болып жатқан жоқ бұл жерде ешқандай. Провокатор болып жатсың деп жатсың ғой сен енді грубо говоря. Провокация керек емес дедім. Провокация. Кім жасап отыр провокацияны? Кім жасап отыр? Сен айтып отырсың ғой провокатор болып жатсың деп. Не деп айтып жатыр? Провокатор болып жатсың деп жатыр. Байлақор болмашы, өтініш. Хорошо. Не деп байлақор болып тұрсың? Не деп провокатор болып жатсың деп жатсың? Старшыларыңыз кім? Сіздер не старшы? Старшыларыңыздың білімі осындай болып тұр ма? Старшыларыңыздың білімі осындай. Не білім керек? 744-ші бап түсіндірмейсіз ба? Не үшін түсіремін саған? Сен хаттама түзгеннен түсіремін саған, білесіз ба? Түсіндірмей, хаттама түзілмей жатып түсіндіріледі. Түзіп жатқан кезде түсіндіреді. 744 деген не екенін білесіз ба өзіңіз? Білемін, прекрасно білемін. Білгеннен кейін требовать етіп жатырмын. Білгеннен кейін требовать етіп жатырмын мен. Болатын нәрседен сенші өтініш. Жарайды, адвокат шақырып беріңізші маған. Не үшін шақырамыз? Адвокат шақырып сотқа жібереді материал, сотта сізден жолдайсыз. Жібереді емес, сотқа жібереді. Судебный материал болады, түсініңіз ба? Маған. Сотта сұрайсыз. Маған адвокат алдырып беріңіздер. Білмейміз, болды ма? Құжаттарыңызды таныстыра қойыңыз сіз. Құжаттарыңызды таныстыра қойыңыз. Сіз кішкене формаңыз дұрыс табаңызшы бірінші. Нормально тұрмын форма. Несі дұрыс емес айтыңызшы. Ана жағаңыз торлабаңыз, жағаңыз шығарсаңызшы ана интеллектің ішінен. Жоқ, не аласың оны? Сенің проблема емес. Қалай проблема емес? Сенің проблема, сен қарамайсың киіміне, хорошо? Кім қарайды сенің киіміне? Өзім киімге өзіме қараймын. Өзің қарасаң дұрыстап қарасың, сен мемлекеттің киімін киіп жүрсің ғой, мемлекеттің бет-бейнесісіңдер өзің. Мемлекеттің бет-бейнесісіңдер ғой. Сен бұрылмадың деген әңгіме айтсаң? Иә, бұрылмадым. Дәлелің бар ма? Бар дәлел. Кән дәлел. Ол менің машинам емес ол. Болды, арыз сізде өзіңіз болды. Иә, менің машинам емес ол.
Тимур, қандай жарық Әлеуметтік желіде жүрсіңдер ғой, мен сендер сияқты жөнім. Вообще өтініш қызметіне кедергі келтірмеңіз. Ама. Сөйлемей ақ қойыңыз болды. Халқымға қашып кетеді. Сендерде аналарың бар мен сияқты. Сендерде сондай ана тұрған шығар. Менің де анамның осы кісі балаңыз бар. Неміз андай әрбірден айтып не қоймайды. Қарсы заңға бағынадым. Мен анамның баласы бар. Сен бірінші өзіңді таныстырмасаң, содан кейін бір өзіңге қылсың. Атың есіміз? Не қыласың мен есімді? Сен кімсің? Сен бірінші өзіңді таныстырмаған кімсің сен? Сен кімсің? Не жөнінде кім? Не болды? Ихетеліне күлкімен адам ұқсап сұрап жатыр ғой сендерден. Сен кімсің мысалы үшін? Мен полициясың. Кімсің? Атың, есімің кім? Полицияға қоптыңыз, полиция деген мен де жазып алатын жерде. Жігітке көрсеттің ғой. Ол жігіт бөлек, мен бөлек. Тимур есімі. Ал, фамилияң әкеңнің аты жоқ па? Сіз өзіңіз айтпай жатсыз ғой аты жөніңізді. Жоқ, сен аты жөнін таныстырсың? Сізге ме? Иә, айт. Не себептен? Сен мені сұрап тұрасың, мен сосын сенен сұрап тұрмын. Тимур болады есім. Полицияға лейтенант А мен есім Сания болады, болды ма? Былай бол, Сания апша. Жоқ, мен сізге ол. Ұрсуға емес, сіз айтып жатсыз ғой, ана туралы айтып жатсыз ғой. Мен сол айтып жатырмын. Жоқ, сендер былай кеткен машина ұстамадыңдар да, ол бұрылғаннан кейін біз де сол. Мен оны көрген жоқпын, кім қалай бұрылғанын. Сендер былай істейсіздер. Маған видео береді, мен соны келіп аламын. Сендер мынандай нормальный машина кетіп жатса, соны арқасынан қуасыңдар. Ондай шансың. Сәл нашарлау машина болса. Мен сонда әңгіме айттым ба, осы жерге келіппін. Сендер сондайсыңдар, білемін мен сендер. Ол хорошо. Көліктеріңізді сәл дұрыстау жерге қоймадыңыз, мына 327-дің түбіне қойып қойдыңыздар. Тұра. Мигал қолып тұрма. Қызмет бер жақта болып жатыр ғой, ол жақта емес қой. Ауыр, менің машина шеттім ма? Шеттет жоқ, 327 белгісіз тұрған жоқ па деймін ана жерде. Дұрыс қой, сен тоғап тұр. Ау? Сіз тоғап тұрып қой, машина. Мен мына жақта тоқтап тұрсың, мен мына жақта тоқтап тұрмын ғой. Мен мына жақта тоқтап тұрмын. Тұрма Мигалға. Мен мына жақта тоқтап тұрмын деймін. Болды, арзанамыз, оның бәрін арзанамыз. Өзіңіздің машина жоқ тұрмын, менің машинамды жоқ тұрмын, қарсы. Жауап берсеңші енді, мен сұрап отырмын ғой, мен де сізден. Енді тұрсаңызшы, арызданыңыз. Сізде бар, арыздана берсеңізші сонда. Жоқ, мен сіз машинаны алып кетемін ғой сіздер. Алып кетіңіз. Зап бермеді. Заңға бағынбай жатыр. Менде құжатта... Қандай? Сен көрсетші бірінші бұрын. Не көрсетіп? Көрсетіп қойды қой жаңағы. Қайтайын көрсетіп өрім айтыңызшы. Көрсетесің? Көрсетіп қойды бұл жігітке бәрі. Басқаша вариант істеп жатыр да енді. Білмеймін ғой. Жиырма жеті белгісінің астына. Есім Мержан болды. Саған нормальный қалып кеп түсіндірді, дұрыс па? Осыны аршын істеді деп дұрыс па? Жоқ, енді... Өзі кінәсін біліп, білген дұрыс негізі ғой. Кінәсін білген дұрыс па? Енді қараңыз. Сіздер келіп тоқтаттыңыздар, е? Себебі не дедіңіздер? Не деді? Себебі, не деп келдіңіздер? Мен келген жоқ, мен кейін келіп... Жарайды, енді сіз келіп тұрсыз ғой, не себеппен келіп тұрсыз мысал үшін? Мынау сізге түсіліп қойған, сіз басып өткеніңіз үшін. Дәлелдеме бар ма сіздерде? Көрсеттім ба сізге? Мен машина емес ол. Жарайды, сіз қазір тұрып, не үшін номермен проводить етіп отырсыз? Қан нені проводить етіп отырмын? Сіз кім боласыз вообще? Мен қызметіме кедергі келтірмеңіз, қарсы? Мен байытымен сөйлесіп тұрмын ба? Байытымен сөйлесіп тұрмын ба? Мен кедергі келтірмеңіз, қарсы? Мені байытып тұрып, енді естіп алыңыз. Сізге түсіндірді, көрсеттік нарушение дұрыс па? Енді сіз жеке басыңыздан анықтайтын құжатты беруден бастап тұрсыз, мен құжатты беруге міндетті емеспін, оны көрсетуге міндетті. Көрсетемін. Сол ма? Иә, сол. Мен сөйтіп анықтаймын, жеке басым, автокөлік сізге қатысы бар ма? Қатысы бар, конечно. Болды, конечно, болды, соң Портал... Я портал керек дедім ғой. Алаш базардың орнына келеді бір номерді айтыңыз енді. 99. Көрсетіңіз, проблем ба айтсаңызшы? 17, 300. Иін алып атсың ғой, көрдің ба? Көрсет, мен енді айта саламын десем. Мен базадан шығарамын, дәлінен шығарамын, машина сізге қатысы бар ма? Көре бір, шығара бір. Сізге қатысы бар ма, жоқ па білмеймін. Көре бір, бәрін көре бір. Мейіржан деймін, ладно.
Құжаттарыңызбен таныстырудан бас тартып па едіңіз? Құжаттарыңызбен таныстырудан бас тартасыз ба? Неге таныстырдың? Құжаттарыңыз көрген жоқ. Телефоныңыздан видеосын қосып бердіңіз, таныстырып қойдым, қайта. Қосып жатқан кезде таныстырған жоқсыз. Қойсаңызшы, жетондарыңыз тексеріледі ғой. Слишком ондай ұятсыз болмаңызшы. Слишком ондай ұятсыз болмаңызшы. Ұятсыз болмаңызшы. Мемлекеттің киімін киіп алып, слишком олай ұятсыз болмаңызшы, өтініш сізден. Оразаның күнінде тем более. Оразаның күнінде бұл көз қазір адам бұрылмады, мен емеспін деп. Мен емеспін. Сізде ұятсыз ғой. Мен емеспін. Алып көріп тұрғыз ғой, ұятсыз. Ұятсыз. Бетсіздер ай. Беттерің қалыңдап кетті бұл кәдімгідей. Саған сөйлеп отқан жоқпын, қойшы. Саған маған сөйлеп отсың, сен қойшы деп. Араласпашы сен вообще. Болды, кешіріңіз. Қартаға дой берсін, данындарын айтты, сақтамасы толтырып берсін. Сегіз 35, 700. Кім боласың мен? Танысқым келіп тұр ма? Я, танысқым келіп тұр. Сөйтсеңізші, сәл адекватный болсаңызшы. Қайттан демей қойыңыз, бізде басынан баса видеофиксация жүріп жатыр. Қасымбеков Бауыржан Закир ұлы, инспектор службы ППП, так, 30-11-2025-ке дейін. Так, аға лейтенантсыз ғой да? Далбеков мырза берген ба? Болды ма? Болды. 744-ші бап түсіндіресіз ба маған? Бәрін толтырып, хаттама көрген. Хаттама толтырмай жат, толтыру барысында дедіңіз ғой жаңа енді неге толтырып болайында деп отырсыз? Білмейсіздер ғой, я? Білмейсіздер кәдімгідей. Білімдеріңіз нөл ғой кәдімгідей, нөл. Нөл ғой білімдерің кәдімгідей. Я, дедсең, кеп қала береді екенсің қайта-қайта, я? Адамдар кеп қалып жатыр ғой. Жоқ, уайымдама, бұл кісі бұлар жақта тұр. Мен мына кісімен сөйлесіп жатырмын, сен уайымдамай қой. Жоқ, мен данныймен таныстырмын, сіз 744-ші бапты түсіндіріңізші маған. Одан кейін танысамыз біз. Оқиды ғой қазір жерден. Оқып берем бәрін жасадыңыз. Я, бастары жетпейді ғой. Жоқ, мама, тұра беріңіз, байрақ тұра беріңіз. Не деме жерінде оқып танысып беріп саған. Соны қайттан база істемей қалды. Сөйтіп сені олады. Сізге хаттама толтырылады, жаңа жол белгі талаптарын сақтамағаныңызға байланысты айыппұл салынады. Мен жол белгі талаптарын барлығын қатаң түрде сақтап келемін. Ана сіз басқаңыз ол жерде двойной полоса емес, ол жерде басқан жоқпын ол жерде. Жоқ, естіңізші, ол өз шарасы басқа өзіңізді шаруаңыз. Мен сізге хаттама таныстырып көрсету, келіссіз өзіңіз шаруаңыз. Мен сізге келіс деп айттым, келіспе деп айттым. Мен сізге хаттама жазылады. 744-ші бап түсіндірсеңізші маған. Жазыңызшы, ашып қойыңызшы, өтініш. Жоқ, оны сіз жаңылден бері айтып жатсыз, сіз оны айтпай. Енді толтыру барысы болып жатыр ғой, маған түсіндірсеңіз 744-ші бап түсіндіріңіз. Сізге өзіңізге мысалы хаттама таныстырамын. Одан келіссіз, келіспес ол өзіңіз мен сіз жасап етейін. Жоқ, хаттама жайлы мен барлығын жақсы білемін. Сіз 744-ші бап түсіндіріңізші маған. Сізге түсіндіріп беріп жатырмын. Бағана не түсіндіріп жатырмын? Бағана мына жігіт не түсіндіріп беріп жатыр? Емес, сәл аспай айтсам 744-ші бапты түсіндіріп. 744-ші бапта сізге әкімшілік хаттама түзіліп жатқан жағдайда бәрі түсіндіріледі не еді? Не түсіндіріледі? Не бар? Кәм 744-ші бап? 744-ші бапты білмейсің ба не? Білемін айтып білмейсің ба? Сен өзің білмейсің ба? Тимур, сен вообще білімің нөл ғой сен. Құтты болсын. Нөл. Сен өзің айтасың құтты болсын деп. Сен кімсің? Сен кімсің? Маған нөл деп айтатын. Кімсің? Білімсіз форма киіп алған біреусің сен. Телефон оқытың қойшайыз. Білетін болсаң бәріңіз неме берілеміз. Бәле емесе проще сөйлес әлі.
Кім бәле деді? Сен айтып жатсың бәле деп. Бәле деген жоқ. Фиксация Бәріңіз дедім. Бәріңіз дедім. Бәрің немене бәле деп отырсың? Жоқ. Мәссаған, видео фиксация тұр ғой менде, Тимур. Шынымен бетің қалың екен сенің, шынымен. Бұл өлшедің міне? Иә, өлшедім ғой. Молодец. Көрініп тұр ғой, артыңнан көрініп тұр бетің сен. Кет онда арғы қарай бар. Арғы қарай кет онда. Мен машинам айналасында тұрмай. Сөйлеме, дұрыстап сөйле. Сөйлеймін мен дұрыстап. Неге? Сөйлеймін. Сен неге сөйлейсің маған? Сен ба кеп тұрған маған? Сен ба кеп тұрған? Дірілдемеші. Қойшы, неғып болсы. Не әңгіме сендерді мәдениет, этика талаптар қайда? Қолын қалтаңға шығарып тұрсай, дұрыстап тұрсай, мен қызметтегі адам емеспін сен сияқты. Кешіріңіз онда. Сен этика талаптарын сақта, немене бәле, бәрің аңдайсыңдар, мұндайсыңдар. Провокация керек емес деп. Танысыма тұрып таң бәле болсын. Нені таныстырып жатсыз? Нарушениеңіз мен. Менің нарушением? Менің көлігім емес анау. Менің көлігім емес анау. Асықпаңызшы, Менің көлігім емес ол. Дұрыс қой енді асықпаңызшы. Менің көлігім емес ол. Номерін көрсетті. Менің көлігім емес ол. Сен аңласпашы, неғып құтыла бересің, е? Міне бауырым қара. Сіздің автокөлігіңіз емес пе мынау? Қайсы? Кәне. Кәне. Айналып келіп жатыр. Сіз мына күнде тұрғанын білесіз ба? Мына сол көрінбей тұр, ертең міне. Сен мына көлеңкеге ұстасаңшы, екеуміз бірге көрейік та. 531 міне телефон соңғы қойын, бұл өкімет. Жоқ, бері көлеңкеге қойыңыз деймін, көрейік бірге. Мемлекеттің нәрсесі ма мынау? Жоқ, өзімді деймін. Бұл маған камерадан көрсетіп береді, камерадан. Анау судың камерадан түсіп. Содан барып телефоннан түсіріп келетін болғансыздар ма сіздер? Ауырым. Мен саған көрсетіп береді, жоқ, содан. Ана жерде менің көлігім емес деймін ана. Сіздікі емес па? Иә, менікі емес ол. Келіспейсіз ба? Келіспеймін. Неге? Мен хаттама толтырдым, таныстырдым. Мен танысқан жоқпын хаттамамен. 744 бап түсіндір, мен соны танысам. 744 бап түсіндір. Жоқ, 744 бапты түсіндір, мен танысам. Міне, мен сізге айтайын, міне. 744 бапты түсіндіріңіз маған, мен сосын танысамын. Мен сізге қайттан мен танысамын. Сізге керекті нелер мен хаттама толтырылды. 744 бапты түсіндіріңіз. Оларды соттан барып сұрайсыз, хорошо? Жарайды, толтырыңызшы, мен көрейін көз алдымда, толтырыңызшы. Толтырып қойдым, мені қараңыз. Толтырыңызшы, ертең сотта жақсылап келесі боламыз. Автокөлік басқаруды Алматы тасжол бойында сізге протокол қазақша толтыру, орысша толтыру айтыңызшы маған. Қазақша. Протокол деген не ол? Протокол деген не ол? Сен қазақша сөйлесеңізші. Қазақша сөйлеңіз. Орысша сөйледі деп айтып, онда арыздан көрсетіп жатырсыз ма? Бәрін өздерің сияқты көресіңдер ма? Жүргізуші автокөлік басқаруы Алматы тасжол бойында Алаш базары алдында басқаруындағы автокөлік Hyundai мемлекеттік белгі 535. Қазақша әріппен жазсаңшы, мына басқаруында емес, басқаруында болады. Қатесі жазсаңыздаршы. Немен кетіп қалған ғой? Кетіп қалған емес, енді сіздердің білімдеріңіз осындай нәрселерден көрінеді. Болмайтын элементарный нәрседен қателесіп жатсыздар. Жол белгі талаптарын сақтамады. Сақтамады емес, сақтамады болады. Қазақша әріптерді кішкене оқысаңыздаршы. Қ, Ö, Ö, Ң деген әріптер жақсылап оқыңыздар. Соған байланысты хаттама толтырылды. Сізге міне салынатын айыппұл 50% наусты жаңа айыппұл қарастыруға жіберген. Келісесіз бе, келіспейсіз бе протоколмен? Мен келіспеймін. Келіспейсің да. Дұрыс па? Келіспегенге байланысты сізге хаттама толтырылды, орысша, қазақша толтырылды. Және сізге жаңа адвокат нелерімен соттан сұрай бересіз. Жеделі байсын емес ана жерде. Жеделі байсын. Жеделі не деген? Жедел емес, жиделі болады. Жеделі байсын. Жеделі емес, жиделі байсын. Сіз айтасыз, мен қате жазып қойды деп айтасыз. Қате жазып қойды деп айтпаймын, сіз тұрлаңыз ананы. Мен сіз айтамын ғой, қате жазып. Таныстырып жатсыз ғой енді, мен тұрласаңшы қателі. Мен қате нәрсемен таныспаймын. Мен сізге қате не қатқан жоқпын. Қате тексеріп бер деген жоқпын. Хаттамамен танысыңыз дедім. Ал жаңа қате жазғандарыма ертең арызданып сол бойынша не қылады. Міне жеделі байсын деп айтылады, дұрыс па? Жеделі байсын емес. Дұрыс па? Енді сізге хаттама толтырылды, 50% жеңілдіктен бас тартасыз, дұрыс па? Жедел байсын, е? Жедел байсын, дұрыс па? Енді сізге қарастыруға жібере беремін, дұрыс па? 744 бап түсіндірмейсіз. Мен сізге түсіндірдім жаңа. 744 бар, бап ол айыппұлмен таныстыру емес, 744 бап деген бөлек. Нарушение емес, қазақша сөйлеңіз. Өтініш бауырым. Қазақша сөйлеңіз. Нарушение қазақшасын білесіз ба? Білесіз ба? Мен сізге айтып жатырмын. Қазақшасын білесіз ба? Сізге іс-әрекетіңіз бойынша таныстырдым. Қазақшасын білесіз ба, нарушениені? Айтыңызшы, білесіз. Жоқ, менің бір мұғалімден. Мұғалім емес, мен қазақша требовать етіп отырмын. Мен сізге түсіндіріп айттым ба, өзіңіз істеген іс-әрекетіңізді енді естіңіз. Енді мен сізге қайттан айтып жатырмын. 50% жеңілдікті бастапқы қарастыруға жібердік па, келіспейсіз, дұрыс па? Келіспеймін. Келіспеймін. Неге келісім керек? 744 бап түсіндіре алмайтын болдым да мен. Жоқ, мен сізге түсіндірдім, қайта білімдерің 0 болып тұр ма? Сондай дәрежеде ма білімдерің? Сіздікі біліміңіз мықты болды. Шүкір Аллаға шүкір, Аллаға шүкір. Болды. Мен сізге қазір жазып жібере беремін, ары қарай өзіңіз келісесіз бе, келіспейсіз бе, оны сот арқылы. Жақсылап кездесіп аламыз ғой.
Толтырып жатқан сіз ғой да? Иә, мен толтырып ана жақтыңызды көрейік, толтырып жатқан кісінің. Толтырып жатқан кісінің аты жөнін көрейік. Планшет сізге ма? Сізге тиесілі ма? Бұл өкіметке тиесілі. Сізге бекітіліп берілген ба? Иә, маған бекітіліп. Көрейік та енді. Көрейік. Мен маған бекітіліп берген. Көрейік та енді. Жоқ, сосын маған бекітіліп. Көрейік та. Екеуі ара біреу ма не планшеттеріңіз? Сізге екі адам келіп тұрған жоқ, бірақ мен келіп тұрмын. Енді планшетіңізді көрейік та, сізге тиесілі екен. Сізге бекітілген көрейік та. 744 бапты білмейсіз. Планшет сізге тиесілі емес. Содан барып телефонмен түсіріп әк білесіздер. Содан барып түсіріп әк. Сіздер мемлекеттік қызмет қараңыз. Егер мен қазір жеке адаммын, жеке тұлғамын мысалы үшін, дұрыс па? Мен былайша айтқан кезде азаматтық сіздер сияқты формада жүрген адам емеспін, қызметтегі адам емеспін да. Мен түсіріп егер қазір кез келген мына жерде біреудің нарушениесін мысалы үшін жаңа жол несін ережесін бұзып жатқанын түсіріп апарсам мысалы үшін жаңа қазір шықты ғой ана айкөмекке жіберу сол сияқтылармен болса ол бөлек та, мен жібере алам. Менен ешкім сертификат сұрамайды, менен ешкім метрология сұрамайды, оның жарамдылық мерзімдерін ешкім тексермейді. Сіздер неге жеке өзіңіз жаңа айтып жатсыз, маған тиесілі телефонмен деп. Сіз тиесілі телефонмен түсіріп әк бөлуге кім рұқсат берді сізге? Мен сізге кім рұқсат берді сізге? Енді официальный запрос жібердім. Мен емес ол. Ол жақсы сау болыңыз. Ау? Оны пышағыңызды алдыңыз ба? Ол шыдап төлеп қойды деген сөз ғой мынау. Ары өтіп кетіп барып төлеген. Мен оны шықмай жатыр ғой. Ол шықмаса бірақ неге барасыз? Құжаны орналасқан Құран рөлінің атынан. Братан ши Жоқ, қазір машинасының номерін түсіріп алсам болды. Жаяу жүргіншілер өткелі жоқ қой мұнда, мына жерде тұр. Мына жерден барып өтуге. Так. 3,7 белгісі. Жақсылап қарауын. 0798. Мына келесі видеоны қараш, вообще қызық бар ғой. Сіздермен шыққан видеоны қараш, үстінен бас. Вообще қызық мына видео қараш.